Қара досым, мына американский YouTube арна бір айлық табысы $1000. Және ең популярны видеоролигі 3,2 миллион қаралым жинаған 4 ай ішінде. Бұл ниша америкалық аудиторияға сұраныс ниша контент себебі америкалықтар жақсы көреді. Психология, финансовый грамот және дисциплина, дофамин деген сөздер жиі қолданатын сөздер. Мысалы, мына видеода өзінің болашағында құртпау үшін 7 привычкадан аулақ бол. Осы нишаға қатысты мен де видеоролик жасап дайындадым. Қазір сіздерге А-Я қалай жасау керектігін, идеяң қаяқтан табу керек, превью, наяқта стыковый видеоролик. Қазір осы видеороликті көріп, толықтай тура қайталап жасайсыз, болды. Сізде осындай YouTube арна болады. Американдық YouTube'ды толықтай жүргізуді үйренгің келсе, 1 маусымнан бастап менің жабық телеграмма ашылады. Ішінде жеке чат болады, кез келген YouTube'ға қатысты сұрақты қоясың, командамен жауап береміз. YouTube арнасын нөлден қалай басу керегін көрсетемін. Нейрожелілерді AI контент жасау үшін қалай пайдалану керегін үйретемін. Тұрақты түрде ақш, Ресей және Қазақстан нарығына арналған жаңа нишалармен бөлісемін. Соған қатысты видеороликтарды қалай жасау керектігінде көрсетемін. Өзім қолданып жүрген құралдар мен әдістерді бөлісемін. Приватқа кіру үшін Телеграмнан жекеме жаз. Ең бірінші қадам YouTube арнаның скриншоттап аламын. Скринді клаудқа қоямын, және де асы жағына жаздым. Смотри, я хочу создать такой канал, но сделать его немного уникальным. Здесь все выполнено в стиле аниме, а у нас будет другой стиль. Мне нужен видеоролик продолжительностью примерно 3 минуты, поэтому помоги придумать сценарий, название, описание и теги. Тема бірінші видеороликтікі: я 30 дней просыпался в 5 утра, и вот что получилось. Ал мен бұл тақырыпты өзім ойлап тапқан жоқпын. Белгілі бір YouTube арнаның бір популярны видеоролигін тауып алдым. Енді қазір ағылшынша жазып көремін, бұл тақырып жалпы бар ма. Мына жақта америкалық нишада, орыс нишасында ондай көп екен. Именно 5-те тұрған кезде қандай өзгеріс? Бізге новый тема керек. Бұл тема тізесі шығып кеткен тема, сондықтан давайте басқашалай. Уникальность керек. Давайте утра емес, вечером деп жазып көрейік. ПМ. Я просыпался 2 часа ночи в течение 7 дней. Мысалы, сондай тақырыпта бар, бірақ именно біз кешкі сағат 8-де тұрғанда не болатыны бұл жақта тақырып жоқ. Негізі 8-де тұру деген ол тема өтпеу мүмкін. Слабый тема да, ол зачем 8-де тұру деген сияқты. Просто бұл мен сіздерге не айтқым келді. Біреудің контентін тупо алып көшіре салу ол өтпейді. Қаралым да жинамайды. Сондықтан все-таки ол теманы алып кішігірім өзгешелік жасау керек. Ол міндетті түрде. Бірақ Клауд айтады, твоя идея просыпаться в 8 вечера — это отличный крючок. Потому что это контринтуитивно. Люди ожидают, вставай в 5 утра, а тут наоборот. Давай сделаем дейді. Стильді таңдай дейді. Давайте кино сияқты таңдайық. Бізге сценарий данный деп берді, бірақ та мен бүйтіп жазам. Смотри, я все это делаю через нейросеть Flow. Там видео генерируется по 8 секунд, поэтому сделай мне промпты для каждого 8-секундного кадра. Промпты должны быть на английском языке, так как аудитория у меня англоязычная. Жүремін. Жақта кадрларды жақсы бөліп берді. Бірінші хук, яғни 20 секундты хук. Одан кейін контекст кетеді, түсіндірілу. И мына біріншісі кетеді. Бірінші неделяда қандай өзгеріс болды, екінші неделя. Солай бөліп, светпен бөліп әдемілеп жасап берді. Теперь текст для озвучки на английском. Прям светпен бөліп берді. Хукқа мына осы текст кетеді. Одан кейін аяқта контекстке осы текст кетеді. Жақсылап, по полкам бөліп берді бізге. Және соңғы рет сұрайтын нәрсеміз: придумай хорошее название, описание и теги. И промпт для превью. Тоже жүремін. Енді Flow жасанды интеллектке өтеміз. Видео жасайтын боламыз, стыковый видео. Қазір бастапқы сіздерге хукты қалай жасау керектігін көрсетемін, тұнан аламыз. Енді бәрі бір стильда болу үшін өзі бізге Cloud берді. Бір стильда, мына жақта тұр. Совет для Flow. Добавляй к каждому промпту постоянный суффикс для единого стиля. Яғни осы настройкасын жасау керек. Видео 16.9 превью жетеді. Да, видеолар жасалынды. Енді бұл каждый мен кіремді скачать етіп алам. Мына 3 видео дайын. Так, достар, видеоны жасап қойдық. Енді бізге озвучканы жасау керек. Ол үшін 11 Labs'қа өтеміз. Және мен бастапқы мына хук жағын көшіріп алдым. Дайындап берген ошаққа қойдым. Одан кейін бізге адамның дауысын таңдау керек. Міндетті түрде ағылшын тілін таңдайсыздар. Мына жақта язык деген мына жерде ұнағанын таңдайсыздар. Қайсы сізге ұнайды? Ол үшін тексеру үшін плейден басып тыңдайсыздар. American Male Voice дейді. Осыны таңдадым. Так, generate басамын. Прям
американецтер қызып сөйлейді екен. Так, одан кейін скачать етіп аламын. Так, біздің озвучкамыз да дайын. Және фононы музыка керек. TuneTank деген сайттан бұл без авторский музыкаларының бұл жақты бәрі жанр бойынша таңдауға болады. Мен қазір осы жақтан бір музыканы таңдап аламын. Так, маған мына музыка ұнады, сондықтан мына скачать деген түймені басам, download, без разницы таңдай саласыздар. Все, біз скачать еттік, жүктелді. Біздің материалдар дайын. Енді кез келген видео редакторға лақтырамыз. CapCut арқылы да жасасаңыздар да болады. Мен қазір Adobe Premiere Pro арқылы жасаймын. Мына бүкіл файлдарды жүктеген жасаған файлдарын жүктедім. Енді мына жаққа бірінші біз видеороликтарды қояйық. View деген сөзін алып тастау үшін кішкене осылай өзгертеміз позициясын. Позициясын копировать етіп алып, мыналарға қоямын. Одан кейін бізге озвучкасын қояйын. Озвучкасы мұны өте қысқа екен. 24 секундқа деп есептедік, бірақ озвучканың өзі 9 секунд. Сондықтан мына жақта өзіміз қолмен жасаймыз. Так, қараңыздар. Енді мынау жаққа келеді. Бұның кішкене скорсын бай түсірейік. Мына жаққа қоямыз. Мына кішкене ортасын ашамыз. И осылай жасаймыз. Бізге 24 секундтық сценарийді берді, бірақ та бізде 15 секундтық болды. Енді осындай да болады. Бұл нормально. Озвучкасын қойдық. Енді фононы музыкасын қояйық. Төмен жағына бұл примерно 20-ға түсірем. Бізге енді текст жетпей тұр. Сондықтан қазір текстті абайт етеміз. Видеоролик дайын болды, мені көрейік. What if instead of waking up at 5 a.m., you woke up at 8 p.m.? I did it for 30 days straight. No exceptions. No cheating. This is what happened. Міне осылай, енді бұл хук. Одан кейін сіздер дальше видеоролик жасай бересіздер. Сол арқылы уже бір полноценный видеоролик шығады. Видеоролик экспорт жасайсыздар. Видеороликтарыңыз дайын. Ендігі сәтте название видеоролик міне сіздерге дайындап берді. Одан кейін міне бізде описание. Описаниясы міне дайын тұр. Тоже оны скопировать етіп аласыздар. Мына жақта даже тайм-кодымен берген екен сізге. Теги міне тоже дайын тұр. Одан кейін бізге превьюға арналған промпт. Давайте жасап көрейік. Көшіріп алам. Бұны флоуға өтемін. На жаққа қоямын, видео емес уже изображение 16:9 4x нано банана 2D или Pro. Давайте Pro таңдайық, все жіберемін. Бізге мынандай төртеу жасап берді, бірақ та маған ұнаған жоқ. Мынау енді уже более-менее достар, бірақ та все-таки эмоциясы беріліп тұрған жоқ. Все-таки бір көзі қызарып тұрған, или на жаққа көзінің асы көгеріп кеткен, сондай болу керек, чтобы түсіну керек. И 8 деген фокус алыста тұр. Соны түзетіп, сөйтіп жасай аламыз. Енді бұны уже даже Photoshop или промпты дұрыстап жазу керек. Сол кезде превьюда әдемі шығатын болады. Бастысы түсініңіздер, видеороликті қалай жасау керектігін. Егер сұрақтарыңызды комментарий жазып кетіңіздер, приватқа қатысты сұрақтарыңыз болса да комментарий жазыңыздар, жауап беретін боламын. Келесі бейнероликте кездескенше.